Аллах тағаланың ең үлкен жазасы не екенін білесіз бе бұл дүниеде? Құлшылықтан сізді тыйып қою. Алланың бұл дүниедегі ең үлкен жазасы адамды құлшылықтан тыйып қою. Яғни намазыңды қаза қылып қою, түнгі намазға тұрмау, нәпіл ораза ұстамау. Ғалымдар түнгі намазға тұра алмай қалған кезде жылайтын болған. Неге мен тұра алмадым? Осы құлшылықтарға орындай алмау біздің күнәміздің себебінен екен. Намазға тұра алмай жүрсіз ба таң намазына? Демек қараңыз, не нәрседе күнә жасап жатсыз? Сүннетті оқи алмай қалсаңыз, түнгі намазға тұра алмай қалсаңыз, нәпіл ораза ұстай алмай қалсаңыз, жүрегіміз ауыру керек. Жүрек қиналу керек. Неге мен істей алмаймын? Біздің жүректеріміз өліп қалған ғой. Жүректеріміз күнәға толып өліп қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады сахабаларға: егер сендер жәннаттың бақшаларының қасынан өтіп бара жатсаңдар, ол жерге кідіріп отырыңдар, ол жерде бөгеліңдер. Сахабалар түсінбейді, я Алланың елшісі, дүниеде қандай жәннаттың бақшасы бар деп сұрайды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланы еске алатын отырыстар, Алланы еске алатын мәжілістер, білім отырыстар. Сізбен біздің отырғанымыз секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жерге келген адамдардың Аллах тағала жүректеріне тыныштық бермей қоймайды дейді. Осындай мәжілістен қалмайтын болсаңыз, Аллах тағала жүрегіңізге тыныштық ұялатып қояды.